Тыңдауға дайынсың ғой? Жақсы. Онда ертегімізді бастайық. Ертеде балақай бір қызықты кейіпкер өмір сүріпті. Ол қызықты кейіпкер Микки тышқан еді. Ол кішкентай болса да өте ақылды және көңілді болатын. Микки болса орманда серуендегенді ұнатады екен. Әр серуенінде ол өзіне достар тауып, күнін көңілді өткізетін. Бір күні ол тағы да орманда серуендеп келе жатады. Құстардың әнін тыңдап, гүлдерді иіскеп келе жатса, бір жылаған дыбысты естиді. Ол болса, бұл кім болды екен деп құлағын түріп, дыбыс шыққан жақты іздей бастайды. Сөйтсе, қалың шөптің арасында құлағы салбырап, қоян көз жасын сүртіп отыр екен. Сәлем, қоян, сен неге жылап отырсың? Мен сүйікті ойыншығым кішкентай допты жоғалтып алдым. Онсыз көңілім орнына түспей тұр. Уайымдама, досым, мен саған көмектесемін. Біз допты міндетті түрде табамыз. Осылайша екеуі